Біз 33 жасқа кіргенде біздің миссиямыз кіреміз, сана саны дегеніміз ол біздің осы өмірге келген күні, туған күніміздің күні. Сана саны дейміз. Миссия біздің 33 жаста толық бүткіл туған күндеріңіздің бір-біріне қосып, шыққан санды бір санда айналған кезде біздің миссиядағы іс-әрекетіміздің энергиясы кіреді. 33-те біздің бәріміздің іс-әрекетіміз кіреді. Миссия бұл біздің әр сағат сайын жасайтын іс-әрекетіміз. Маңдайымызға ойып жазылған тағдырымыз деп те айтуға болады. Миссия айтады, мен не деймін, сол болады. Түсіндіңіздер ғой? Сана мен қалай ойлаймын, миссия қандай әрекет жасаймын дейді. Әрбір сана ертең миссия кірген кезде 33 жаста әрбір адамның өзінің табысы мен әрекетіне қарай табысы азайып табысының көрсетімі болады. Сондықтан миссия бір кірген адамдар 30%, әрбір әрекетінен табыс табады. Миссия екілер 20%, миссия үштер 100% табыс таба алады. Миссия төрттер әрбір әрекетінен 2,5 ғана пайыз таба алады. Түсіндіңіздер ғой? Миссия 5 минус 1%, минус 1% айтады. Миссия 5. Миссия 6 100% таба алады. Миссия 7 200% минусқа әрекетінен шығынға кетеді. Миссия 8-дер біздің 100% табыс таба алады. Миссия 9-дар 100-ден 100%-ға дейін арасында өзінің іс-әрекетіне байланысты табыс таба алады екен. Енді қараңыздар, әрбір миссия 33-ке кірген адам ертең өзінің кәсіби бағдарламасына дейді, профориентация дейді. Если соған түскен жағдайда болса, онда адам толық 100% табыс таба алады екен. Неге десеңіздер, осы өмірде сана миссия, адамның атының энергиясы, іс-әрекеті, оның ішінде адам осы өмірде кәсіби бағдарламасына түсу керек. Түсініңіздер ғой? Миссия 5, жаңа айттық қой, минус 1%. Ол осы өмірде сату үшін келген адам, осы өмірде логистика дейді, онымен айналысатын болса, ол уже 100% таба алады. Түсініңіздер ғой? Сондықтан кәсіби бағдарламаға түсу осы өмірде өте маңызды екен. Сіз өз кәсібіңізді дұрыс таңдай алдыңыз ба?